Курс ақпараттық технологиялары бүгінгі қарастыратын 5-ші дәрісіміз деректер қоры. Бүгінгі дәрісте келесі сұрақтарға тоқталып өтеміз. Деректер қоры жүйесі туралы негізгі түсініктер, SQL негіздері, ORM бағдарламалау технологиясы. Жалпы деректер деп жинауды, сақтауды, адам немесе ақпаратты құрылғы арқылы одан әрі өңдеуді автоматтандыруға мүмкіндік беретін белгілі бір түрде ұсынылған ақпаратты айтамыз. Компьютерлік технологиялар үшін деректер дегеніміз бұл дискретті, бекітілген түрдегі электронды есептеуіш машинасына сақтауға, өңдеуге, сондай-ақ байланыс арналары арқылы таратуға ыңғайлы ақпаратты айтамыз. Деректер қоры объектілердің жай-күйін және олардың қарастырылып отырған пәндік саладағы қатынастарын көрсететін аталған мәліметтер жиынтығы. Деректер қоры көптеген байланысты файлдардан тұрады. Деректер қорының басқару жүйесі дегеніміз бұл көптеген пайдаланушылар үшін деректер қорын құруға, жүргізуге, бөлісуге арналған тілдік және бағдарламалық құралдардың жиынтығы. Әрі қарай келесі дәрісімізде біз мына жақшаның ішіндегі келтірілген қысқа түрде қарастыратын боламыз. Деректер қоры дегенді ДК, деректер қорын басқару жүйесі дегенді ДКБЖ деп қысқартылған формада ұсынамын. Жобаланған мәліметтер қоры келесі қасиеттерге ие болуы керек. Біріншіден тұтастық. Тұтастық дегеніміз не? Шектеулерді енгізу нәтижесінде қол жеткізілетін тұтастық. Атап айтатын болсақ, оларға мәліметтер базасын қалыпқа келтіруге байланысты шектеулер жатады. Жүйенің істен шығуынан немесе жүйенің бұзылуының жекеленген түрлерінен кейін дербес қорлардың қалпына келтіру, дербес қордың қауіпсіздігі, деректерді қасақана, байқаусызда қол жеткізуден, өзгертуден, жоюдан, ұрланудан қорғауды көздейді. Келесі тиімділік ол пайдаланушының сұранысына жауап берудің минималды уақыты, жадының минималды қажеттілігі. Деректер қорының басқару жүйесі дамытудың маңызды аспектілерінің бірі. Логикалық құрылымын бөлу, пайдаланушыларға қажетті мәліметтерді компьютерлік жабдық, қажет ететін физикалық көріністен манипуляциялау идеясы болып саналады. Жалпы қолдайтын мәліметтерді сипаттау деңгейлер санына сәйкес біз үшке бөлеміз. Деректер қорының басқару жүйесі үшке бөлінеді. Бірінші деңгейлі, екінші деңгейлі және үшінші деңгейлі. Үш деңгейлі архитектураны қамтиды. Бірінші сыртқы деңгей, яғни пайдаланушылардың немесе пайдаланушылардың жекеленген топтарының өздері құратын дерекқорға өз көзқарасы болатын сыртқы деңгей. Екінші ол ішкі деңгей. Деректер қорының басқару жүйесі және операциялық жүйе деректерді қабылдайтын ішкі деңгейі. Үшінші тұжырымдамалық деңгей деп атаймыз, яғни сыртқы деңгейде ішкі деңгейге көрсетуге, сондай-ақ олардың бір-бірінен қажетті тәуелсіздігін қамтамасыз етуге арналған деректердің ұсынылуы. Кез келген деңгейдегі мәліметтер құрылымының сипаттамасы схема деп аталады. Деректер моделі бірнеше анықтама беріп кетуге болады. Дерек көздерге сүйенетін болсақ, деректер моделі бұл ақпарат бірліктерінің құрылымын және олардың ақпараттық жүйедегі операцияларын формалды сипаттау деп айтады. Келесі бұл таңдалған пән саласының жұмысының маңызды аспектілерін көрсететін абстракцияның бір түрі, ал екінші кезектегілер еленбейді. Деректер моделі деректерді сипаттауға арналған ұғымдар жиынтығын, олардың арасындағы байланыстарды, деректерге қойылған шектеулерді қамтиды. Жалпы үш негізгі компоненті бар. Деректер қорының басқару жүйесі үшін рұқсат етілген деректер құрылымдарының түрлерін құру ережелерін анықтайтын құрылымдық бөлім.
Құрылымдарда мүмкіндік болатын операцияларды анықтайтын басқару бөлігі және осы жүйенің құралдарымен жүзеге асырылатын деректердің тұтастығын шектеу кластері. Бүгінгі таңда көптеген әртүрлі модельдер сипатталған және олардың құрылысы әртүрлі мақсаттарды көздейді. Жарияланған көптеген мәліметтер үлгілерінің ішінен 3 санатты ажыратып айтуымызға болады нақты. Бірінші ол деректерді объектілік үлгілері. Екінші жазбаларға негізделген деректер үлгілері. Үшінші деректердің физикалық үлгілері. Осы жерде қалыпқа келтіру дегенге тоқталып кетеміз. Бұл деректер қорындағы деректерді ұйымдастыру үрдісі кезінде кестелерді құру және олардың арасында қатынастарды ережелерге сәйкес орнатуды қамтиды. Бұл деректерді қорғаудың қамтамасыз етеді және деректер қорын ыңғайлы етеді. Артық және сәйкес келмейтін тәуелділіктерін жоюға мүмкіндік береді. Тұтастықты шектеу бұл деректік қорларға жарамсыз деректерге қол жеткізуді шектейтін арнайы құралдардың жиынтығы. Мысалы, деректерді енгізу кезінде пайдаланушының қателіктерін ескеру мүмкіндігі. Тұтастықтың шектеулі 3 санаты, то есть 3 категорияға бөлеміз. Бірінші санат домендік тұтастық қамтамасыз ету құралдары, екінші санат мәндік тұтастық, үшінші санат анықтамалық тұтастық. Бастапқы және сыртқы кілттер жүйесімен қамтамасыз етіледі. Тұтастықты қамтамасыз ету құралдарына нақты тоқталатын болсақ, 2 үлкен санат бұл декларативті және процедуралық сипаттағы құралдарды атап айтамыз. Декларативті сипаттағы құралдар деректер базасында анықталған кезде объектілердің құрамдас бөліктер ретінде құрылады. Ал процедуралық құралдар жеке бағдарламалық модульдер ретінде жүзеге асырылады. Сұрау: бұл деректер базасынан алынатын мәліметтерді сипаттайтын тілдік өрнек. Сұрауларды оңтайландыру контекстінде сұраулар мазмұнға негізделген. Көп жағдайда жиынтыққа бағытталады. Бұл оңтайландырушыға есептеу процедуралар арасында таңдау жасауға мүмкіндік береді. Деректер қорының бірнеше түрлері бар. Олардың ішінде үлестірілген деректер қоры, екінші параллель, дербес қорлардың басқару жүйесі және гетерогенді деп біз 3-ке бөлеміз. Үлестірілген деректер қоры дегеніміз бұл компьютерлік желіде таратылған логикалық өзара байланысы бар деректер қорының жиынтығы. Әрқайсына нақты тоқталып кететін болсақ, екінші ол параллель. Деректер қорының басқару жүйесі кең ауқымды параллелизмді қолдана отырып, мультипроцессорлық компьютерде жүзеге асырылады. Үшінші түрі гетерогенді. Бұл бөлінген деректер қорының басқару жүйесінен тұратын деректер қорының басқару жүйесінің әртүрлі типтерін қамтиды. SQL тілі, яғни құрылымдық сұрау тілі болып саналады. Реляциялық мәліметтер үлгісінде негізделген деректер қорын басқару жүйелеріндегі деректерді сипаттауға, өңдеуге арналған стандартты жоғары деңгейлі тіл болып саналады. Жалпы SQL тілі деректер кестелермен жұмыс істеуге бағытталған және ол күрделі бағдарламаларды жүзеге асыру үшін жеткілікті құралдарға ие емес. Сондықтан да көбіне C++ және тағы да басқа сияқты жоғары деңгейлі тілдермен бірге қолданылады, немесе арнайы әзірленген деректер қорының басқару жүйесінің тілінің құрамына кіреді. SQL тілінде әзірленген бағдарлама бұл SQL тілінің операторларының қарапайым сызықтық тізбегі. Жалпы SQL тілінде өзінің таза түрінде мәліметтер қорына сұраныстардың орындалу ретін басқаруға арналған операторлар жоқ.
SQL тілінің операторлары мыналарды қолдану арқылы құрылады. Резервтелген кілттік сөздер, кестелер мен кесте бағандарының, то есть идентификаторлары, атаулары, мәліметтер қорына ақпаратты іздеу, қалыптастыру және алынған кестелер ұяшықтарының мәндерін есептеу үшін қолданылатын логикалық, арифметикалық және жолдық өрнектер, өрнектерде қолданылатын операциялар мен функциялардың идентификаторлардың атаулары қамтылады. Барлық кілт сөздер, функция атаулары және кесте мен баған атаулары 7 биттік ASCII кодтау таңбалары мен басқаша айтқанда латын әріптерімен ұсынылады. Өздеріңіз көріп отырғандай, SQL тілінде баз, үлкен, кіші әріптер арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Мысалы, select бас әріппен болсын, немесе басқа әріп үлкен әріппен басталса, немесе барлығы үшінші мысалда келтірілген кіші әріппен жазылса, жолдары бірдей кілт сөзді білдіреді. Кесте атаулары мен олардың бағандарын құру үшін әріптерді, сандарды, мына тырнақша белгісін және астын сызу қолдануға болады. Бірақ атаудың бірінші таңбасы міндетті түрде әріп болуы керек. Жалпы деректер базасын жобалаудың бірнеше кезеңдері бар. Нақты тоқталып өтсек, бірінші ол тапсырмаларды нақтылауға тиіспіз. Екіншіден, тапсырмаларды орындау реттілігін анықтау қажет. Деректерді талдау жасаймыз. Деректердің құрылымын анықтаймыз. Қолданба макетін, пайдаланушы интерфейсін әзірлеу, қосымшаны құру, тестлеу және жетілдіру. Object Relation Mapping визуалды нысан деректерін құру арқылы бағдарламалау тілдерін біріктіретін бағдарламалау технологиясын атаймыз. ORM-нің негізгі міндеті мәліметтер қорын жазуда немесе кері бағытта объект типтерін таратуды басқару болып саналады. Негізгі мәселе ондағы объектілер мен иерархиялық құрылымға ие, ал мәліметтер базасы реляциялық құрылымға ие. Жалпы жобада ORM-ді пайдалану әзірлеушіні, дайындап отырған әзірлеуші SQL мен жұмыс істеу және көптеген код жазу қажеттілігінен құтқарады. Алдарыңызға бекіту сұрақтары беріліп отыр. Осы бекіту сұрақтарына дәрістен және қосымша көрсетілген әдебиеттерден жауап жазасыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Дәрісіміз аяқталды.